Сәлем, бүгін біз сенімен бірге осындай дәмді жұмсақ құймақ әзірлейтін боламыз. Дәмі өте керемет шықты. Алдымен жұмыртқаларымызды жарып, оның үстіне құмшекер қосып, жақсылап тұрып, оны миксерлеп аламыз. Содан соң оның үстіне сүт қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң еліктен біздің ұнымызды өткізіп, оның үстінен ас содасын, уксусты қосып, араластырамыз. Содан соң араластырып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дегустациясы қамырымыздың осындай болуы қажет. Сковородкамызға осылай қамырымызды құйып шығамыз. Құймағымыздың арғы беті сәл қызарғаннан кейін оны арғы бетіне аударып, осы бетін қызартамыз. Дәл осылай қалғандарын да істеп шығамыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Осылай орап-орап қойып қойсаңыздар болады. Әсемдеп, бетіне ерітілген шоколад сеуіп шықсаңыздар болады. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.